Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздермен бірге осындай жұмсақ болып пісетін булочканы бірге жасайтын боламыз. Ол үшін сіздер менің видеоларымды соңына дейін көріп, лайк басып, коммент қалдырып, қолдап кетсеңіздер көп рахмет. Ең бірінші кезекте біз осылай ингредиенттердің бәрін бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Жалпы кез келген қандай булочка пісіргіңіз келсе де, ең бастысы бізге қамыр жұмсақ болу керек. Қамырымыз соғұрлым жұмсақ болған сайын бізге күшті булочка шығатын болады. Қамырымызды осылай жақсылап илеп алғаннан кейін бір немесе 1,5 сағатқа тындырып қоямыз. Біздің қамырымыз сол аралықта жұмсақ болып көтерілетін болады. Біз бүгін сіздермен бірге екі түрлі булочканың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Оны біздің қамырымыз есе болып көтеріліп, жұмсақ болып көтерілді. Енді осы қамырларымызды домалақ етіп, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Қазір біз бірінші жүрекше булочканы жасау жолын сіздермен бөлісемін. Бұл булочканы осылай жазып алғаннан кейін ортасына қант салсаңыздар болады. Егер салғыларыңыз келмесе, өзімен жасай берсеңіздер де болады. Өте дәмді шығатын булочка. Біздің жүрекше булочкамыз дайын болды. Осылай дұрыс емес жерлерін өздеріңіз кішкене ретке келтіріп жіберсеңдер болады. Енді мына жерде сіздерге екінші булочканың түрін көрсетіп жатырмын. Бұл жерде мен негізі варенка салдым, бірақ менің варенкам дұрыс емес варенка алып қойыпты. Сол үшін аздап қана салдым. Негізі варенка алған кезде жақсы түрін алыңыздар. Пешке түскен кезде ерімейтіндей болу керек. Булочкаларыңызды осылай жасап болғаннан кейін 10-15 минутқа тындырып қойып барып пешке салыңыздар. Және булочкаларыңыздың бетіне жұмыртқа жақсаңыздар болады. Мен жұмыртқа жақпадым. Және де пештеріңіз міндетті түрде қызып тұрған пеш болу керек. Мен булочкалар піскеннен кейін ыстық күйінде үстіне сармай жағамын. Беті кішкене жылтырап, әдемі көріну үшін. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мені қолдап кетіңіздер. Рахмет сіздерге.